Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің есімім Әсет Салауат. Мен қазіргі таңда Өскемен қаласында Аманжол университетінде 3-ші курста тарих пәні мұғалімі мамандығында оқимын. Енді сіздермен бірге мен осы қазақ жеріндегі ең алғашқы мемлекет сақ тайпасы туралы түсіндіре кететін боламын. Э, Осы сабақ басталмай тұрып, мен сіздерге осы тарихтың не екенін түсіндіріп өткім келеді. Жалпы тарих дегеніміз бұл адамзаттың жаңа басынан өткен, яғни байырғы заманнан өткен өмір жолын, ел мен жердің, халық пен мемлекеттің өткенін зерттейтін ғылым. Басқаша айтқанда, тарих өткенді танып, бүгінді түсінуге, яғни болашақты болжауға жол ашатын бір ілім. Енді тақырыпқа оралатын болсақ, бүгінгі тақырып қазақ жеріндегі ең алғаш мемлекет сақ тайпасы. Жалпы сақ тайпасы туралы негізінен бізде үш топқа бөлінеді, яғни дерек көздер. Яғни бірінші дерек көз осы парсы патшаларының тастағы жазулары, яғни сына жазуындағы жазба деректер ежелгі. Және осы Геродоттың қалдырған жаңағы деректеріне сүйенеміз. Ал екінші кезекте біз жаңа Александр Македонскийдің және оның мұрагерлерінің жаңағы жорықтары кезіндегі грек жазбалары. Келесі кезекте, яғни үшінші топ бізде Орта Азия халықтарымен байланыста болған өз замандастарының, яғни сақтардың өз замандастарының, мысалы өмір сүрген халықтар бар ғой, солардың жаңа қалдырған жаңағы деректері. Ол деректер көбінесе грек және латын тілінде жаңа қалдырған жазба деректер болады. Енді біз сақтардың қоныстанған несін айта кететін болсақ, қоныстанған мекен жайын айта кететін болсақ, сақтар жалпы біздің заманымызға дейінгі 1000-ші жылдықта Орта Азия және қазақ жерінде мекен еткен. Атауының жаңағы шығуына байланысты мынандай пікірлер бар, яғни көптеген пікірлер бар. Осы парсы жазбаларында сақтарды құдіретті еркектер деп атайды. Ал Иран жазбаларында жүйрік атты тұрлар деп атайды екен. Енді гректер болса, осы азиялық скифтер деп атайды. Осы халықтардың жалпы сақтарға деген жаңағы өздерінің бір көзқарасы емес, енді атаулары ғой. Енді сақтардың осы қоныстанған жерлер туралы негізінен тағы да сол үш топқа бөлінеді. Бірінші топ жаңағы Тянь-Шань таулары Сырдария өзенінің ортағасында. Яғни бұл жерлерді біз жалпы жетісу жер деп атаймыз. Яғни бірінші топ осы жетісу жерінде жаңағы мекен еткен болатын. Мекендеген, то есть. Бұл жерде жаңағы тұрған халықтар, яғни сақтар, көбінесе шошақ бөріктер, не болмаса тиграхаудалар деп аталған болатын. Себебі олардың бет әлпеті монғолоидтік жаңағы болып келеді. Келесіде біз жаңағы екінші топ Арал теңізінің маңында Сырдария мен Әмударияның жаңағы төменгі ағысында мекен еткен халықтарды, яғни сақ тайпалары, оларды жаңа парсылар не деп атайды? Парадариялар деп атайды екен. Келесі кезек ол үшінші топ, ол Мұрға өзенінің жаңа аңғарында өмір сүрген халықтар, яғни нелер, сақ тайпалар, оларды хаума сусындарын дайындайтын, яғни хаума варгалар деп атайды. Себебі олар жаңа жылқының сүтінен сусын дайындайтын болған. Енді жалпы мен жаңа айта кеттім, Арал теңізінің жаңа аумағында мекендеген сақ тайпаларын жазба деректерде Апасян, Тай және Каспийлер деп атайды. Сонымен бірге осы Сарыарқаның солтүстік батысында мекендеген жаңағы сақ тайпаларын аргипилер деп атайды екен. Енді Сарыарқаның орталығындағы мекен еткен халықтарды Иседондар деп атайды. Ал Сарыарқаның осы шығысында мекендеген сақ тайпаларды Алтынды, Қызғыштай, Қорғаштар деп атайды екен. Себебі бұл жерде, яғни тек қана бұл атау емес, олардың тағы бір атауы бар, яғни аримаспылар деп атайды.
Себебі бұл атаудың жаңағы қойылу себебі олар мекен еткен жерлерде алтын мен қола көп шыққандықтан солай атап кеткен. Келесіде біз осы жаңағы қоғамдық құрылымын айтсақ болады. Жалпы сақтардың сақ мемлекеті жаңа жоғарыда айтып кеткендей бірнеше тайпадан тұрады. Әр тайпаның өзінің көсемдері бар. Енді біз осы көсемдердің негізгі атқаратын міндеттерін айта кететін болсақ, ол жаңағы тайпалардың өз тайпасының яғни өз тайпасын азық түлікпен қамтамасыз етеді. Яғни қару жарақ болсын, тайпа атынан келіссөз жүргізу, немесе жаңағы келісімге келу, яғни тайпа арасында келісімге келу, бәрі осы жаңағы тайпа көсемінің мойнында болады екен. Осы және бір сақ қоғамында әйелдердің орны ерекше болған дейді, яғни ерекше маңызды болған. Оның бұны жаңағы бірнеше ғалымдардың жаңағы қалдырып кеткен көзқарастарынан білсек болады. Оның ішінде біз жаңағы кітеси былай деп жазған екен. Сақ әйелдері ержүрек болып келеді дейді, ержүрек. Яғни олар соғыс қаупі төнген кезде ерлермен бірге қолдарына қару алып жауға шабады деп айтыпты. Даже соғыс былай тұрсын, тіпті кейбір жерлерде, яғни тайпа көсемі әйелдер болған екен. Даже мынандай бір қызықты факті бар. Сақ әйелдермен яғни сақ ерлермен әйелдері үйленетін кезде ерлері әйелдермен яғни төбелесетін болған. Не үшін төбелесетін болған? Ер адам, яғни жаңағы әйел адамды жеңсе, оны әйел ретінде ала алатын болған. Ал ер адам жаңағы әйелінен жеңіл қалатын болса, оның құлы болған екен. Сақ қоғамында жалпы құл иеленушілік не болған, дәстүр болған негізінде. Енді келесі біз жаңағы әскери демократиялық несін айта кететін болсақ, жағын айта кететін болсақ, жалпы осы сақ тайпасы басқа мемлекетке жаңағы көрші халықтарына жаңағы соғыс жүргізген кезде оларды жеңсе, яғни олардың жаңағы жауынгерлерін не болмаса халықтарын жаңағы бір құл ретінде қабылдап отырған, яғни құл қылып алған. Құлдың көп жаңағы басымдылығы еркектер болған екен. Енді бұл да бір жаңағы құл иеленушіліктің бір көрінісі болғанда. Енді қоғамдық құрылысын айта кететін болсақ, оларда жауынгер, абыздар және қарапайым халық, яғни қол өнершілер мен егіншілер болып бөлінген. Олардың киімдерінде де бір айырмашылықтар бар. Мысалы, жауынгерлердің киімі қызыл болған, абыздардың киімдері яғни ақ түсті болып келген. Ал қол өнершілер мен жаңағы егіншілердің киімдері көк түсті, не болмаса жаңағы басқандай түс болып келген. Біз және осы сақтардың осы діні туралы айта кететін болсақ, олар жаңағы күнге, отқа, жерге және суға, аспанға табынатын болған. Және олардың дүние танымында кейінгі өмір бар деген түсінік бар. Сол үшін де олар осы жауынгерлер не болмаса қайтыс болған адамдарды жерлейтін кезде олардың қару жарақтары және әшекейлермен бірге жерлейтін болған. Енді жалпы қорытындылай келе осы біздің тақырыпты жаңағы аяғына таяп қалды. Сіздердің осы сақ тайпасы туралы таныстыңыздар деп ойлаймын. Енді осы қорытындылай кетсек, осы сақтар деген, яғни қазақ жерінде ежелден мекендеген ержүрек, азаттық сүйгіш халық болған. Олар көшпелі жаңағы өмір салтын ұстанып, жоғарғы деңгейде мәдениет пен өнер қалдырған болатын. Сақтардың батырлық рухы мен жаңағы ерлік дәстүрі қазақ халқының жаңағы қалыптасуына, мысалы біздің қалыптасуымызға бір негіз болғанда, осы жаңағы соғыстар жайлы айта кетпедім. Соғыстарды сіздерге бір үй тапсырмасы ретінде қалдырсам болады. Мысалы, жаңағы Томирис сияқты батыр аналар мен аңыз стиліндегі өнер олардың жаңағы ұлт тарихындағы мәңгілік мұрасы деуге болады.
Сондықтан да сақтар қазіргі қазақ халқының арғы аталарының бірі болып саналады. Құрметті оқушылар, сіздермен бірге бүгінгі сабақ аяқталды. Бұйырса келесі сабақта кездесеміз деген ойдамын. Сау болыңыздар.